Әлемдегі ірі компаниялардың барлығында логотип бар. Бұл эмблемалар бәріне таныс болғанымен, көпшілік бұлардың қандай мағына беретінін біле бермейді. Бүгін 10 компанияның белгісі туралы бар шындықты айтамыз. Алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк пен пікірді аямауларыңызды және видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Бірінші, Android жүйесі орнатылған смартфон қолданатындарға мына кішкентай робот таныс шығар. О баста дизайнерлердің алдында роботқа қатысы бар және жеңіл логотип жасау мақсаты тұрды. Бұл эмблемаға кәдімгі қоғамдық дәретханалардың есігіндегі мына белгілер арқау болған. Айтпақшы, бұл логотипті ресейлік дизайнер Ирина Блок ойлап тапқан. Екінші, Nike. Ірі компаниялар ерекше логотип үшін дизайнерлерге миллиондаған қаражат төлейді. Бірақ жер бетіндегі ең белгілі логотиптердің бірін қарапайым студент қыз 40 жыл бұрын небәрі $35 жасаған. Бұл танымал белгі ежелгі грек құдайы жауынгерлерді жеңіске шабыттандыратын Никаның қанатын бейнелейді. Айтпақшы, Nike басшысына бұл логотип о баста мүлдем ұнамаған екен. Достар, осы орайда сізге қай компанияның аяқ киімдері ұнайды? Adidas, Nike әлде Reebok? Пікірге жаза кетіңіз. Үшінші, Toyota. Көпшілік жапондық автокөлік логотипінің мағынасы шляпадағы ковбойды немесе бұқаның басы дегенді білдіреді деп ойлайды. Ал шынында бұл эмблема иненің көзінен өткізілген жіпті бейнелейді. Себебі Toyota компаниясы автокөлікке дейін тігін, тоқыма жабдықтарын өндірген. Бұдан бөлек бұл логотипте тағы бір кішкентай құпия бар. Белгінің әр бөлігінен Toyota сөзінің әріптері құралады. Төртінші, LG. Бұл компанияның белгісі Pac-Man атты компьютер ойынындағы кейіпкерге байланысты екендігі көп жылдан бері айтылып келеді. Бірақ ол жалған ақпарат. Шынында оңтүстік кореялық электроника өндіруші компанияның бұл логотипі күліп тұрған адамды бейнелейді. Бесінші, Fanta. Оның логотипінде айтарлықтай құпия жоқ. Дегенмен атауының қалай пайда болғаны қызық. Coca-Cola компаниясы сусынға атау қою туралы шешім қабылдайды. Ол үшін қызметкерлердің қатысуымен арнайы жиналыс өтеді. Компания басшысы жиналғандарға алдымен фантазияларын қосуды сұрайды, яғни фэнтези сөзі айтылады. Бірнеше секунд өткеннен соң қызметкерлердің бірі Фанта деп айқайлайды. Бәрімізге белгілі сусынның атауы осылай пайда болған. Алтыншы, Apple. Сіз бұл компанияның фанаты болмасаңыз да, оның өнімін қолданбасаңыз да, бұл логотип сізге таныс. Бүгінде бұл эмблема Coca-Cola, McDonald's секілді әлемдегі ең танымал эмблемалардың бірі екені даусыз. Apple'дың 1976 жылғы мына белгісінің қазіргі логотиппен ешқандай байланысы жоқ. Онда ағаштың түбінде отырған Исаак Ньютон бейнеленген. Бұл логотипті ойлап тапқан Рональд Уэйн 20 ғасырдың ең сәтсіз адамы болып есептеледі. Өйткені ол Apple'ды о баста құрғандардың бірі болған, бірақ өзіне тиесілі 10% үлесін $800 сатып жіберген. Егер олай жасамағанда бүгінде жағдайы $30 миллиард жетер еді. Бұл логотип Стив Джобсқа ұнамаған. Осылайша оны графика дизайнері Роб Яновқа сеніп тапсырады. Дизайнердің айтуынша, ол бір күні бір сөмке алма сатып алып, оны ыдысқа салады да түрлі эксперименттер жасап, бір апта бойы бояп көреді. Ақырында логотипке тістелген алма арқау болды және тістеу сөзі ағылшын тілінде компьютерлік термин байт дегенді білдіретін болып шықты. Жетінші, Hyundai. Көпшілік кореялық автокөліктің бұл логотипін атауының алғашқы әріпі деп ойлайды, бірақ ол мүлдем олай емес. H әріпі қол алысып тұрған екі адамды бейнелейді, яғни сатып алушы мен компания өкілінің келісімге келген сәті. Сегізінші, Samsung. Электроника өндіретін әлемдегі танымал компанияның атауы кездейсоқ қойылмаған, жай әріптерден құралған сөз емес. Samsung корей тілінде екі сөзден құралады. Sam 3 және Sun жұлдыз, яғни 3 жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Тоғызыншы, Pepsi. Сену қиын, бірақ компанияның логотипі бір кездері осындай болған, яғни өзінің басты бәсекелесі Coca-Cola'ға ұқсайтын. Тек 50 жылдан соң мына сусын пайда болғаннан кейін барлығы өзгерді. 20 ғасырдың ортасында барлығына белгілі 3 түсті дөңгелек пайда болды. Ал 2003 жылы бұл белгі сәл өзгертілді, бірақ бұл жұмыс үшін $1 миллион қаржы төленген. 10-шы, Mercedes. Автомобиль концерні Mercedes-Benz-тің тауар белгісі сөзсіз әлем бойынша ең танымалдардың қатарында. Бір-бірімен бәсекелес екі компания Daimler мен Benz-дің тауар белгілері алғашында әрине екі түрлі болған. Daimler'дің үшбұрышты жұлдызы мен Benz-тің
лавр жапырағы бар тауар белгілері бейнеленген логотип тек 1925 жылы бәсекелес екі компания біріккен соң өзгертіліп, қазіргі қалпына келді. Үш жұлдыздың ауада, суда және жерде деген мағынасы бар, ал лаврды өздеріңіз білесіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз және қоңырауды басуды ұмытпаңыз.